жасалған, яғни әшекей бұйымдарды қалай жасау керек туралы көрсетеміз. Ол үшін әсетілі Ләйлә ханым бізге бүгін не жасайды екен? Біздің көрермендерімізге өзіңіз айтып өтсеңіз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Сізге де қайырлы күн, Айда ханым. Қайырлы күн, қыз-келіншектер. Бүгін біз қыз-келіншектерге арналған мынандай әсем мойынға тағатын алқамен осының бір әсетін жасауды үйренеміз. Бұны да күнделікті үй жағдайында қолдана беруге болады. Енді көптеген мойны жабық кофталармен де, мойны ашық келген көйлектермен де, жейделермен де, жейденің сыртынан да таға беруге болатын, өте көп функционалды атқаратын әшекей бұйымды өте қарапайым, тез жасаудың жолын үйренетін боламыз. Енді қазір жаз маусымы ғой, сондықтан да біз ашық түстес, дәл осындай қылып жасасаңыз көрерменге деп, мен жаңа Ләйлә ханымға өтініш жасаған болатынмын. Енді бұның жасалу жолын көрермендерге көрсетсек. Ол үшін ең алдымен бізге мындай теп қажет болады. Бұл тептің өте қатты үлкен размерінде, өте жіңішке размерінде алмақ қойыңыздар. Себебі қазір біз оған пыни деген кіргізетін боламыз. Атап өтем. Ол пыни кірген кезде өте жіңішке теп болатын болса, тебіміз әлсіз болады. Бұл мойында тұрғаннан кейін бізді жүгіретін жағдай болады, тойға барғандай билейтін жағдай болады, олымыз үзіліп кетуі мүмкін. Сол үшін мынандай средний размерін ала беріңіздер. Екіншіден, орташа размері. Екіншіден бізге керек болатыны пыни деген зат керек болады. Былайша айтқанда, ол кәдімгі шеге, қарапайым тілмен айтқанда, соның өте нәзік бижутерияға осындай арналған түрі болады. Басы міне шегесі тәрізді болып келеді. Бұның екі түрі керек болады бізге. Біріншісі басы шеге тәрізді түрі керек болады. Екіншісі екіншісі басы домалақ колечко дейді. Енді бұны көп фурнитура магазиндерінде пыйны с колечком деп айтылады. Қазақ тілінде басында дөңгелегі бар, ilmегі бар, пыйны деп аталады. Осы екеуі керек болады. Сосын біз мұнда қазір Айда ханым айтап өткендей ақ және қызыл түстен, өздеріңіз қалаған түстеріңізден қандай моншақ ұнайды, қандай түс ұнайды, немесе ақ қара сүюге болады. Себебі ақ пен қара өте барлық киіммен кете беретін түстер ғой. Және біз қызыл және ақ моншақтар таңдап алдық. Міне, мұнда біздің тасымыз, ақ тасымыз да, қызыл тасымыз да бізде табиғи тастар, сахарный кварц, коралл деп аталатын тастар. Енді оның табиғи болуы сіздерге міндетті емес. Сосын ең соңынан қазір ашып көрсете салайын сіздерге. Біздің алқамыздың қадайтын жері, тағатын таққыншағы міне. Тағатын жері керек бізге, застежка деп атаймыз. Енді бастай қой болса, мына жерде менде 1 метр тұр, 1 метр керек емес бізге. Мен өзімнің мойныммен өлшеп алайын міне. Маған осы размер керек болады. Әрқайсыларыңыз өздеріңіздің үйлеріңізде, немесе біреуге сыйлыққа істесеңіздер, сол кісінің размерімен стандарт 50-60 сантиметрді ала бересіздер. Мен мынаны қиып алдым. Мынау инструментімнің, өзімнің құралымның көмегімен мынаны қиып аламын. Бұндай құралды да кез келген фурнитура магазиндерінен тапсаңыздар болады. Не болмаса, ақша үнемдегеніңіз келсе, үйде енді әрбір жігіттің ер балдарда тұрады бұндай инструменттер. Машина жөндейді, басқа нәрсе, үйде бір светтің кеткен жерін жөндей салады. Сондай инструменттердің де арасынан өзіңізге ыңғайлысын тауып алсаңыз болады. Мен мынаны алдым. Ең бірінші, біз мынаны мойынға өлшеп көресіз дағыны, немесе былай ұстап көресіз дағыны, мынаның дәл ортасын, сіз тура ортасын тауып аласыз мойыншақтың. Себебі мойыншағымыз біздің тура ортасынан дәл шығу үшін. Осы мойыншақты аламыз. Үстеміздағыны бізде мына жерде көрсетілгендегідей ең бірінші пыйнымыздың басын аламыз. Бұның басы өз домалақ болып келген. Инструменттің көмегімен оны біз ашамыз. Үстемізде мына мойыншағымыздың тура ортасы тұрған жерінен, мына жерді біз тауып алдық, мінекей. Бұны ортасына кіргіземіз. Қайтадан тура өзі қалай бастапқы қалпында қалай домалақ болды, тура солайына домалақ қылып қайтып жабамыздағыны біз ең бірінші бір мойыншағымызды кіргіземіз. Міне бізде үлкен көлемде артылып қалды. Бізге қатты бұндай үлкен көлемде қажет емес, сол үшін керек емес жерін біз қырқып тастаймыз. Міне, мен қырқып тастадым. Қырқып тасталып алынған жерімнің мен қайтып ұшын байынан дөңгелек қылып қойдым. Себебі не үшін дөңгелек қылдым? Келесі біздің мойыншағымызды қадау үшін, ұстап тұру үшін міне мұны мен дөңгелек қылып қойдым. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Екінші, мен тағы да мұнан тағы бір пыйнымды аламын. Жерге шашып ала салайын. Мен оның енді екінші мына жағын қайтып ашып аламын. Шындағыны дөңгелегіме қайтып кіргізем. Бұны қайтып бұрап аламын. Екінші, мен біріншісі ақ моншақ қадамын. Енді екіншісіне мен қызыл моншақ қадаймын. Ақ, қызыл ретімен келе жатыр.
Мен және қырқып аламын. Енді сіздерге айта кететін жағдай, пеннидің өзінің размерлері болады. Біреуі өте қысқа размерлі пенни болады, екіншісі үлкен размерлі болады. Сіздерде менде үлкен размерлі, менің қырқып алған қиындыларым қалып кетті мұнда, е. Сіздер енді үй жағдайында қолданып жатсыздар. Бұл пеннидің өзін сіздер босқа бұны құртып лақтырып жібермес үшін бұның өзін бір іске жаратуға болады. Міне артылған пенни бізге ұзындығы жетеді. Қазір мен оны сіздерге көрсетемін. Бұның басын біз бірінші былай домалақ жасап аламыз. Тура мынау біздің алғашқы кәдімгі сатылып алынған пенниіміз сияқты. Басы қайырылып алынды. Бұның басы ашылады, былайынан жабылады. Міне мен мынаған кіргізіп алдым. Екіншісіне мен кіргізіп алдым, жаптым, қайтадан жаптым. Мұнда тек сол бір ғана технология қолданылады. Екінші мен ақ моншағымды кіргіздім. Сіздер байқасаңыздар, менің бір моншағым үлкен, бір моншағым қысқа. Енді мен бұл мойында тұрған екен, барлығы же үлкен болып кетпесін деп, мен бір қысқа және бір үлкен, бір кішкентай моншақ алдым. Нақты атап өтетін болсам, ақ моншағым 10-дық размер, қызыл моншағым 8-дік размер. Өзіңіздер қалауларыңызда оның 12-дік размері болады, 14-дік размері болады. Кейбір қыз-келіншектер болады, өте үлкен моншақтар тағады. Әркімнің жаңағы талғамы әртүрлі болып келеді ғой. Міне қараңыздар, біз қазір әп-сәттің өзінде біз уже 3 моншақты қадап қойдық. Тура осылай. Енді бұның ұзындығы қандай деңгейде болады? Сіз өзіңіз мойныңызға қадап көріңіз. Егер де сізге осы деңгейдегі ұзындық қажет болатын болса, осы деңгеймен қалдырасыз. Ал егер де жоқ, мен бұдан да ұзынырақ қылғым келеді десеңіз, өзіңіздің ұзындығыңыз бойынша оны қадай бересіз. Міне біз енді ең соңымен 4-еумен аяқтайық. Енді міне мен сіздерге не үшін шеге сияқты пенни керек деп айттым. Мына пеннидің ең соңы тағы бір ілмек болып тұр. Ілмек болып тұрған себебі бұған тағы бір нәрсе ілінеді деген белгі болып тұр. Ал мына пенниіміздің астында ешқандай ілмек жоқ. Бұны сол үшін ең соңына қадаймыз. Мына астына кіргіздім мен. Астында ешқандай ілмегі жоқ. Моншағымызды былайша айтқанда өте әшекейлігімізді әсем әдемі көрсетеді. Ары қарай ешқандай жалғасы жоқ. Осымен бітті деген сөзді білдіреді бұл. Бұны да аламыз. Тура осылай қырқып аламыз дағыны. Қайырып аламыз. Қайырып аламыз. Міне біздің бірінші деңгейлі моншағымыз осымен бітті міне. Кезімізде үйде жаңа жылға шынжыр деген істейтін едік қой, домалақ бірінің ішіне бір кіріп тұратын, былайынан да, былай кіріп тұратын. Тура бұның да технологиясы тура солай. Бірақ енді бұл жерде қағаздар емес, бұл жерде сәл темір заттармен жабамыз. Көбінше осылай 3 моншақпен тоқтаймын. Ал егерде сіздер жоқ, мен 3 моншақпен тоқтағым келмейді. Қылатындар бар ғой. 3 моншақпен тоқтамаймын. Мынаның келесі мына жағына 2 қадаймын, одан кейін 1 қадаймын деп 1 моншақпен тоқтасаңыздар да болады. Ал маған осылай 3 моншақ ұнады, міне мен сол үшін міне 3 моншақпен тоқтап қойдым мына жерге. Енді біз ең басты қадайтын жерін аламыз. Бізде қадайтыны ашылып жабылады және ол үшін бізге шеңбер жаңағы шеңбер, колечко дейді, шеңбер тәрізді біздің екінші жағына қадайтын затымыз керек болады. Аламыз мына жерді. Біздің да цепіміз өте ыңғайлы. Инструменттің көмегімен біз цепті ажыратамыз. Бұның қосылған жерін міне сүйтеміз ағыны. Бұған біз қадайтын жағымызды кіргізіп аламыз. Арнайы құралдармен, құралдың көмегімен қолданамыз. Бұны қайтып қысып қойсақ, міне қадайтын жағымыз біздің өзі қадала салды. Екінші жағын тура солай жасаймыз.
біздің әшекейіміз дайын болды деуге толық негіз бар ғой. Әшекейіміз дайын болды. Тура осылай өзінің сырғасында және білезігінде жасауға болады. Мінекей қымбатты көрермен, өздеріңіз көрдіңіздер, Ләйлә ханым жылдам әрі тез міне керемет тастардан алқа жасап шықты. Расымен де керемет. Енді бұның тек жаңа алқа ғана емес, сонымен қатар басқа тағатын абадук, не болмаса сырғаны да жасауға болады. Енді байқауымша басыңыздағы абадукты және сырғаны өзіңіздің қолыңыздан шыққан ғой. Қолдан жасап алғанмын, иә. Енді ол қиындыққа түспейді сіз үшін, әрине оны жасау үшін қанша уақыт кетті? Бұл абадукты жасау үшін негізінде 3 сағаттай уақыт кетеді. Енді қымбатты көрермен, таңдау сізден хабарын әрдайым сенбі сағат 11:30-да тамашалаңыздар, өйткені біз сіздерге тек қана бұл алқаны ғана емес, әр сенбі 11:30-да біз түрлі сырға немесе қолға тағатын арнайы абадуктар қалай жасалу жолын әрдайым бағдарламада Ләйлә ханым сіздерге көрсететін болады, өзі кеңесімен бөлісетін келеді. Енді бұл кеңес бізден әрине мынандай дүниелердің барлығын сіздер дүкеннен табасыздар, дүкеннен ала аласыздар. Тек дайынға жүгіргеннен көрі сізде үйіңізде қолыңыз қалт еткенде дәл осындай бұйымдарды жасаған дұрыс деп ойлаймыз. Ләйлә ханым, сізге үлкен рахмет тағы да. Қымбатты көрермен, бұл таңдау сізден хабары біз тек